өзгере ма? Алла менің тағдырыма жамандық жазған болсаң, жақсылыққа ауыстыр, таршылық жазған болсаң, молшылыққа ауыстыр деген сияқты дұғалар жасайды екен осы қадір түнінде. Ол түні періштелер топ болып жерге түседі дейді. Ұстаз, енді біздің осы қадір түнінде дұғаларымыз қабыл болу үшін не деп дұға тілесек болады? Қараңыз да, неге осыншама қадір түні, кім болсаң да, қанша залым болсаң да дұғаңды қабыл етемін деп тұрған кезде неге мына төртеуін қабыл болмайды? Кейбіреулер ойлауы мүмкін, енді осыны да Алладан сұрайын ба, енді майда шүйдан да дұғаға қосам ба деп. Жоқ, қайта майда шүйдан бәрін қос. Қоғамда белгілі бір қарама қайшылықтар ертең туындауы мүмкін да. Жалпы бұның барлығы негізі қайдан келген? Ассалаумағалейкум, құрметті Таным Медиа арнасының көрермендері. Алдыңғы сұхбатымызда өздеріңіз білесіздер, жалпы Рамазан айының артықшылықтары жайлы, абзалдық жайлы сөз қозғаған болатынбыз. Енді бүгін Дастан ұстазымызбен осы Рамазан айындағы қадір түні жайлы сөз қозғайтын боламыз. Олай болса, ұстаз, алғашқы сұрағым, енді 1000 айдан қайырлы болған қадір түні, жалпы осы түннің ерекшелігі, маңыздылығы неде? Бисмилля, альхамдулилля, уассалату вассаламу аля расулилля. Бұл енді қадір түні Алла тағаланың осы мұсылман үмбетіне, Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам соңына ерген, соған иман келтірген үмбетке ғана берілген артықшылықтар бар өзі. Қадір түні соның бір көрінісі да, және Алланың рахымы, рахымшылығы, соларға жасаған бір кеңдігі ғой енді. Олай дейтін себебіміз, енді жалпы алғанда біздің үмбеттің бұрынғы үмбеттерден айырмашылықтары, артықшылықтары көп екені белгілі ғой, ол жайында арнайы кітаптар да бар. Енді бұлай деп отырған себебіміз, мынау Құранда Қадір деген сүре бар, 97-ші сүре. Осы Қадір түні жайында баяндалады. Сол жерде сахабалар айтады, бұл сүре түспей тұрған кезде түсуіне не себеп болды? Әр сүренің өзінің бір алдында оқиға болады, соған байланысты сол сүре түседі көбіне. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұрынғы мынау Бану Исраиль дейміз ғой, баяғы Мұса пайғамбардың, оның алдындағы пайғамбарлардың үмбеттері ғой, байырғы еврей халқы ғой. Солар туралы айтып отырады да, енді олар бір ерекшелігі ұзақ өмір сүретін болған. 700 жыл, 800 жыл мысалға. Нұх пайғамбардың өзін 1000 жылдан астам өмір сүрген білеміз ғой. Ол өзі ғана емес, қауымы да сондай болды. Бірақ бара-бара адамдардың өмірі қысқара берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, менің үмбетімнің жас аралығы 60 пен 70-тің арасында болады деді. Қазір біз сол жалпы алғанда солай өмір сүріп жатырмыз. Енді сол үмбеттің ішінде адамдардың ғибадаттарын айтып келеді ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Енді өзінің үмбетін, сахабаларын құлшындыру үшін, құлшылыққа қызықтыру үшін бір адамдар болған 80 жыл үздіксіз ғибадат жасаған деп айтып жатады. 80 жыл тоқтамай ғибадат жасаған, арасында ешқандай күнә, жамандыққа бармаған. Сонда сахабалардың бір мұңайып қалғанын байқайды. 80 жыл ғибадат жасамақ түгіл, біз 80 жыл өмір сүрсек кәнеке ғой деп, мынаған қаяқтан жетеміз біз? Бізге осыны мысалға келтіріп қызықтырып жатыр ғой. Біз бұған қалай, қашан қуып жетеміз біз бұларды деп бір мұңайып қалғанын байқайды. Сонда Алла тағала осы сүрені түсірді дейді, Қадір сүресін. Біз Қадір түнінде Құранды түсірдік, бұл түн 1000 айдан артық деген сөз осы Құранда келеді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сендерге сүйінші, қуаныңдар, сендердің жаңағы осы Қадір түнінде жасаған ғибадаттарың 1000 айдан артық. Енді 1000 айың өзі 83 жыл деді ма? Жаңағыдан сен айтып атқан кісіден бір-ақ түнде озып кетесің ғибадатыңмен деп оларды бір қуантып қойды да. Бұл енді Алланың рахымы. Бұл бір ғана Қадір түні. Одан басқа бізде қанша күндер бар, қанша Рамазан айы бар. 30 күн бойы осындай Алланың рахымы жауып жатыр. Кейбір жаңа сәттер бар, кейбір кездер бар. Мына жерде сен осыны жасап жіберсең, саған 100 жылдың ғибадаты жазылады, 1000 жылдың ғибадаты жазылады деген сияқты мағынадағы Алланың жасаған рахымшылықтары өте көп та. Соның бірі осы Қадір түні. Енді осы Қадір түнінде дейді, ұлылардан еститініміз ғой, 1 жылдық ризығың жазылады, 1 жылдық тағдырың жазылады дейді. Енді осы түні біздердің жалпы адамзаттың тағдыры өзгере ма? Қадір түнін тағдырмен байланыстыратын себебі, өйткені қадір деген сөздің өзі бірнеше мағына береді ғой, соның біреуі тағдыр деген мағына береді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады,
мынау лаухул махфуз деген бар ғой, тағдыр тақтасы деп айтамыз ғой біз. Әу баста ешбір жаратылыс жаратылмай тұрып 50.000 жыл бұрын деп енді келеді ғой хадисте. Алла тағала қияметке дейін болатын нәрсенің барлығын жазып қойған деп. Енді ол жерде адамның дүниеге келуі бар, өмірден өтуі бар, ризығы бар, басқа да нәрселер бар ғой. Әрине адамның өзінің таңдауымен жасайтын іс-әрекеттері бөлек, ал бірақ енді жаңа өзгермейтін кейбір нәрселер бар. Соны жазған тақта, енді барлық нәрсенің тағдыры тұр ғой ол жерде. Сол тақтадан қадір түнінде періштелер өзіне тиесілі, енді өзіне тиесілі деп отырғанымыз, періштелердің әрқайсысының өзінің қызметі бар. Біреу мысалға жан алумен айналысады, ажалы жеткендердің жанын алады. Енді біреу ризық үлестірумен айналысады, енді біреу табиғатты жаңағы құбылыстарын бақылаумен айналысады деген сияқты әрқайсысының өзінің қызметтері бар. Біреу амал дәптерін мысалға жазады, екі иығында екі періштең бар деп айтамыз ғой. Сол өзіне тиісті тағдырды жаңағыдан лаухул махфуздан 1 жылдық, бүгін қадір түні болса, келесі қадір түнге дейінгі тағдыр жазып алады екен дәптеріне. Сөйтіп 1 жыл бойы жүріп соны орындайды ғой. Жаңағы биыл кімге қанша ризық көбейеді немесе азаяды, барып көбейетіндікін көбейтеді, азаятындікін азайтады, жаңа жазылған бойынша. Биыл кім өмірден өтеді, дүниеге келеді, өтетіннің жанын алады, дүниеге келетінін анау пайғамбар салам айтады ғой, бала жатырға түскеннен кейін 120 күн өткеннен кейін періштеге болған рух үрлейді деп. Оған жан бітіреді. Міне осылай өзіне тиісті жұмыстарды орындайды періштелер. Енді осы жерде тағдыр жазылады, ризық бөлінеді, сол кезде сендер ұйықтап жатпаңдар деген сөздер бар ғой. Ғалымдарымыз айтады, бұл ананы қайтадан көшірген кезде, лаухул махфуздан періштенің дәптеріне көшірген кезде, Алла тағаланың назары түсеткенде жаңағы пендесінің жасап жатқан ғибадатының немесе жасамай жатқан сонысына қарай анау тағдыр өзгереді екен. Алла тағала жақсы жаққа қарай немесе мына жаққа қарай оны өзгертеді. Ана адамның ниет пиғылына, іс-әрекетіне қарайды. Сол үшін айтады, сен Алладан ризық сұра, осы түнде сен жақсы тағдыр сұра. Ана Омардың сөз дұғасы бар ғой. Я Алла, менің тағдырыма жамандық жазған болсаң, жақсылыққа ауыстыр, таршылық жазған болсаң, молшылыққа ауыстыр деген сияқты дұғаларды жасайды екен осы қадір түнінде. Сондықтан да айтады да ғалымдар, талпыныңдар, Алладан сұраңдар, жақсы тағдыр сұраңдар деп. Қалай болғанда да біз білмейміз. Бұл ғайып нәрсе ғой тағдыр деген. Ол не жазылып тұрды, ол қалай өзгеріп жатыр, қай жаққа өзгеріп жатыр. Енді ол өзгермеуінде де ғалымдардың арасында пікірталастар бар. Бірақ дегенмен біздің бұлдан түсінетініміз, қадір түні адам сол ризық бөлініп жатқан кезде, я Алла, маған молырақ ризық бер. Ажал, ғұмырлар жазылып жатқан кезде, я Алла, менің ғұмырымды ұзағырақ ет деген сияқты тағдырға байланысты дұғаларды сұрау керек көбірек. Өйткені неге? Мұсылман адамның өмірі ұзарған сайын оның жәннатқа қадамы жақындай береді, оның жақсылығы көбейе береді. Мысалға екі бауырдың оқиғасын келтіреді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Біреу биыл қайтыс болып, біреу келесі жыл қайтыс болған кезде, ана биыл қайтыс болғаны шахид болып қайтыс болғанда, шахид деген үлкен дәреже, енді пайғамбарлармен бірдей дәреже ғой. Сонда ана екіншісі былайынша төсегінде қайтыс болады ғой енді. Сонда ана екінші қайтыс болғаны ана шахидтен де бұрын жәннатқа кіріп бара жатқанын түсінде көреді бір сахабалар. Сөйтіп сұраған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, оны несіне таңғаласың дейді. Бұл шахид болған жоқ па, шахид бірінші кіру керек емес пе деген кезде, жоқ, бұл одан кейін 1 жыл өмір сүрді ғой, 1 Рамазан оразасын ұстады, осындай намаз оқыды деп ана сандарын санап айтады да. Сонда қараңыз, 1 күн артық өмір сүру, 1 жыл артық өмір сүру деген мұсылман үшін өте ақиреттік өлшеммен алғанда несібе да ол. Оны жәннатқа жақындата береді, Аллаға жақындата береді, оның жақсылығын көбейте береді. Сондықтан осындай нәрселерді сұрау керек та қадір түнінде, тағдыр түнінде. Енді сіз өзіңіз айтып жатсыз ғой жаңа. Мұсылман адам жалпы ғайыпқа иман келтіргені үшін ол мұсылман адам. Осындай сипатымыз бар да. Қадір түнінде жерге періштелер түседі, және олардың көптігінен ене шаншитын жер қалмайды деп. Енді осы періштелердің жерге түсуі негізі қаншалықты рас? Бұл Құранның аятымен бекітілген нәрсе. Енді шынында да біздің ең бірінші сипатымыз Құранда Алла тағала Бақара сүресінде «Аллазина юъминуна бил ғайб», олар ғайыпқа иман келтіреді деп ең бірінші мүміндердің сипатын содан бастады ғой. Біз пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар деп мойындағаннан кейін, оған иман келтіріп қабылдағаннан кейін, ол алып келіп жатқан Алла тағала тарапынан бүкіл ғайыпты біз рас, хақ деп қабылдаймыз. Мейлі оны көзіміз көрмесін, мейлі оны құлағымыз естімесін, бірақ біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам аузынан шықты, болды, біз иман келтірдік, соған сендік. Енді бұл Құранда жаңағы Қадір сүресінде
бұл несімен қадірлі, бұл несімен бұл түн ұлық деген кезде құран түсірдік осы түнді деп айтады ғой. Сөйтеді де ол түні періштелер топ болып жерге түседі дейді. Енді топ дегенде жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде былай деп түсіндіреді. Фи жаңағы кәбкәбәтин минал малаика деп жаңағы жәбірейіл періште, енді періштелердің ең ұлығы ғой. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға уахи тасыған, оған дейінгі пайғамбарларға уахи тасыған, яғни алла тағала мен пайғамбарлардың арасында елші да ол. Қарасаңыз, мысалы адамдардың арасында пайғамбарлар қандай ардақты, иә, және пайғамбарлардың ішінде Мұхаммед пайғамбар қандай ардақты, абзал. Дәл солай періштелердің ішінде жәбірейіл періште сондай ардақты, абзал да. Енді сол жәбірейіл періште осы қадір түні сән салтанатымен періштелердің ортасында түседі дейді да. Анау бір жаңа үлкен президенттердің мысалы көріп жатамыз ғой, сыртынан жаңа сопровождениемен келе жатады, ой қандай бір немен ол ойнамай қалады да. Ана жәбірейіл періште сән салтанатымен түскен кезде, жан жағында қаумалаған топ болған періштелер қоса түскен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, жерде аяқ басатын із қалмайды, періште толып кетеді дейді. Мына жердегі майда тастардың санын білесіңдер ме дейді. Майда тас деп отырған анау құмның арасындағы ұсақ тастар бар ғой, сол да ол хаса дейді, өте майда тастар ғой, соның санынан да көп болады дейді. Қараңыздар, періштелердің түсуі. Бұл деген сөз мысалға былайынша уақытта білім мәжілістері, мынау мешіттегі жаңағы Алланы ұлықтайтын отырыс жиындарды біз айтамыз ғой, ойбай ана періштелер қоршап алады екен деп. Ол кішкентай жерде періште қоршаған бір бөлек. Анау Усайд деген сахабаның, мен Құран оқып отыр едім, есігім алдында ана атым тыпыршып кетті, есікте байлаулы тұрған дейді ғой қорамда. Сосын ана жанында отырған баламды басып кете ма деп мен баламды алып үйге кіріп кеттім деген кезде кейін пайғамбарымыз естіген кезде айтады ғой, сенің ана Құран оқығаныңа үйіңе аулаңа түсіп жатқан періштелер еді ғой ол деп. Қараңыздар, бір әшейін ауланың періштесін білеміз ғой біз қандай болады. Енді анау қадір түнінде бүкіл жер бетін періште басып кетеді. Қараңыздар, бұл деген Алланың тарапынан жауып жатқан мейірім, рахым, береке. Ал енді періште жауғаннан кейін сенің дұғаңның қабыл болуы, ол және айтады жаңағы хадистің жалғасында, жәбірейіл періште жаңағы сән салтанатымен бүкіл періштелердің ортасында түседі де, юсаллуна аля кулли абдин қаимин ау қаидин дейді. Отырған, тұрған әр пендеге салауат айтады дейді. Салауат айту деген, енді Құранда Алла тағала Алла салауат айтады, періштелер салауат айтады, сендер де салауат айтыңдар дейді ғой, бірақ үшеуі үш түрлі да. Алланың салауат айтуы рахымын жаудыруы. Ал періштелердің салауат айтуы, мысалға періште саған салауат айтты десе, сенің күнәң үшін Алла тағаладан кешірім тілеуі да. Енді қараңыз, кешірім тілеу деген дұға ғой ол. Менің өзімнің дұғамның қабыл болу ықтималдығы жоғары ма? Я Алла, мен күнәмді кешіре көр деген. Немесе жәбірейіл періште бастаған періштелердің дұғасының қабыл болу ықтималдығы жоғары ма? Әрине періштелердікі жоғары. Енді сол періштелер, я Алла, мынау пәйіндегінің мынау отырған тұрған дегені, сол кезде ол дұға жасап отыр ма, жоқ зікір тасбих айтып отыр ма, немесе тұрған дегені жаңа намаз оқып тұрған шығар сол кезде. Әр қандай ғибадаттың үстінде зікір деп келеді мына жерде. Қандай болсын ғибадаттың үстінде тұрған немесе отырған әр пендеге салауат айтып кетеді дейді. Қараңыз да, анау топ періште өтті қасыңыздан. Сөйтті де, Алла, нәби құлыңның пендеңнің күнәларын кешіре көр, я Алла, оны рахымыңа бөлей көр, қамқорыңа ала көр деп өтіп кетті да. Қандай да? Бір үлкен ауыз дуалы дейміз ғой жаңағы. Үлкен бір ақсақалдың, үлкен бір жаңағы Аллаға жақын әулие кісінің дұғасын алып қалсаң қандай боласың? Ана жерде сен жәбірейіл бастаған бүкіл періштенің батасын алып жатсың да мысалы. Ол періштенің түсуі деген ар жағында үлкен ғайып жатыр. Үлкен жаңағы жақсылықтар жатыр. Әрине біз көзімізге көрмейміз, бірақ көзге көргендей қылып айтып беріп жатыр да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Машалла, кәдімгідей бір сезіндіріп жатсыз да, сондай бір меніңше. Енді ұстаз, осы қадір түнінде кейбіреулер үйінен қарсы алады, кейбіреулер келіп мешітке келіп өзінің жаңа жеп ішімін алып алып, осы мешітте арнайлап қарсы алады, ұйықтамай. Енді осы қадір түнінде ұйықтамаған дұрыс па, және үйде ма, мешітте ма қарсы алған қайсысы абзалырақ? Бұл қадір түннің жаңағы бір мағынасы тағдыр дедік қой, екінші мағынасы кәдімгі қадір дейміз ғой біз, ана қадір қасиеті, абырой деген мағынада да екінші. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, бұл түнді құлшылықпен өткізген адам Алла тағаланың алдында қадірі өседі, абырой артады дейді. Сондықтан да бұл түнді ояу жүру емес ең басты мақсат. Ол ояу, бәрі ояу жүреді, басқа кезде де ояу жүре алады адам. Еш нәрсе істемей, немесе жаңағы жамандық істеп адам ояу жүре береді. Ояу жүрудің ешқандай өз алдына артықшылығы жоқ. Керісінше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, құптан намазын оқып болсаңдар, бос әңгіме айтпай,
ұйықтаңдар деген да. Бос ояу жүрудің ешқандай артықшылығы жоқ. Ал құлшылық үшін ояу жүрудің артықшылығы, абзалдығы бар да. Сол үшін де бұл жердегі бізде көбісі түсінеді, азанға дейін ұйықтамасам болды екен, әйтеуір уақыт өткізіп бірдеңе қылып көшеде жүрсем, мешітке барсам, үйде отырсам, телевизор көрсем, немесе тағы басқа ең бастысы ояу жүрсем болды деп ойлайды. Сондықтан бұл жердегі хадистен түсінетініміз бұл түнді құлшылықпен өткізу. Қолынан келген қандай құлшылығы бар, мысалы намаз оқи ала ма, намаз оқысын, құран оқи ала ма, құран оқысын, дұға жасай ала ма, дұға жасасын, қандай да бір ғибадат құлшылықтар жасаса, міне ол қадір түнін түсінген адам болады да. Енді жаңағы хадистердің бірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи былай деп келеді: сендерге рамазан айы келді, бұл айда сондай бір түн бар, ол түн 1000 айдан қадірлі, артық. Енді кім сол түннің жақсылығынан құр қалса дейді, қараңыз да, қадір түннің жақсылығын жаңағыдай ұйықтап немесе бос жүріп өткізіп алса, ол бүкіл жақсылықтан құр қалған адам, нағыз мақрум адам дейді да. Мақрум деген кім? Енді ғалымдар түсіндіріп айтады осыны. Ойлашы дейді, біреуге бір мүмкіндік туып тұр, ол мүмкіндік 30 000 мүмкіндіктен артық дейді да. Енді жаңағы 1000 айды түнге шақсақ 30 000-нан асып кетеді ғой түн. Сонда қараңыз, бір түн ғибадат жасап 30 000 түн ғибадат жасаған сауап алады ол адам. Бірақ ол үшін ол ақы төлеп жатқан жоқ, ол бір қатты бір қиында шаруа емес. Бірақ ол соның бәрін місе тұтпай, елемей, құра шейін өткізетін болса, нағыз мақрум деген сол ғой дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады. Сондықтан да мешітке бара ма, үйінде отыра ма, бұл жердегі ең бастысы, маңыздысы қандай да бір құлшылық жасау. Енді біз айтамыз, кеңес береміз ғой, енді естейік, мешітке барайын ба, бармайын ба деген әңгімеге. Ең маңыздысы, жаңағы хадисте келеді ғой, қадір түні кім мән қауама деп келеді ғой, қауама деген қиям, намазда тұрса деген сөз да. Енді көп бөлігін намазда тұрып өткізген абзал негізінде, оның бүкіл өткен күнәсі кешіріледі дейді. Енді намазда түнімен тұра алмайды ғой адам, бірақ сондай артықшылықты беретін бір екі амал бар. Түнімен намаз оқығандай, түнімен қақиып тұрып кәдімгі намазда тұрғандай сауап алатын екі амал бар. Біріншісі құптан намазын, сол қадір түнінің құптан намазын жамағатпен оқу. Мешітке барасың, жамағатпен бірге оқисың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, кім құптан намазын жамағатпен оқыса, түннің тең жартысын намаз оқып өткізгендей болады дейді. Енді кім таң намазын да жамағатпен оқыса, күннің екінші қалған жартысын намаз оқып өткізгендей болады дейді. Сол үшін біз айтамыз, қадір түнінде құптан намазына мешітке бар, таң намазына мешітке бар. Сол бір түн бойы сен тұрып намаз оқығандай сауап аласың. Ал екі ортада, енді мешітте барлыған жерде, абыр-дабыр болып жатқан жерде адам бір ықыласпен дұға жасап, жеке бір ғибадаттарын орындауына қиындық соғуы мүмкін. Енді ойы бөлініп, алаңдап дегенде таныстар келіп қалды, анамен сөйлесіп кетіп, қалай жағдай деген сияқты. Сондай болмас үшін жаңағы екі ортада үйіне кетіп қалса болады да. Үйіне барып, жаңағы отырып, бір уақыт жаңағы Құранның қазақша мағынасын оқып, егер арабшасын оқи алмайтын болса, бір мезгіл Құран тыңдап, бір түрлі ғибадатында жалығып кетеді ғой адам. Бір уақыт намаз оқып, бір уақыт жаңағы дұға жасап, бір уақыт сәждені ашсаң мысалға телефондағы субханалла, альхамдулилля, әртүрлі тасбих, зікір, дұғалар бар ғой, соны ана жерден басып отырып, әрқайсысын 100-ге жеткізіп, бір уақыт соны жасап, әртүрлі құлшылық ғибадаттар жасап өткізген, бұл қадір түнінің ең бір жақсы амалы осы да. Енді сіз көп ақпараттар айтып жатсыз ғой. Енді осы тұрғыда жалпы кімдердің дұғасы қабыл болмайды қадір түнінде? Енді амалдарын жасауы мүмкін, құлшылықтарын жасайды негізі, бірақ кімнің дұғасы қабыл болмай қалады? Бір осы тұрғыда айтып жүрсеңіз. Қадір түні сондай бұл түн, алла тағала бәрің дұғаларын қабыл етем деп жатыр да, бәрің дұғаларын қабыл етем дейді. Тіпті бұл түндегі дұға, Айша анамыз айтты ғой, Алланың елшісі, мен қадір түніне тап болсам, бүгін қадір түні дейік мысалы, не деп дұға жасайын деген кезде, Алла, сен кешірімдісің, кешірген жақсы көресің, мені кешіре көр деп осы дұғаны көбірек айт дейді ғой. Өйткені бұл түні адамның кешірімге ілінуге, Алланың кешіріміне ілінуге мүмкіндігі көп та, дұғалардың қабыл болу ықтималдығы өте жоғары. Бірақ сонымен қатар Алла тағала айтады, мен 4 адам дұғасын қабыл етпеймін. Бұл хадисте келеді. Біріншісі, әке шешесінің тілін алмайтын, әке шешесіне бір қайырымсыз, әке шешесіне бір жақсылығы жоқ. Қайырымсыз деген қазақ әдемі сөз ғой, қайырымсыз бала деп айтады ғой. Сондай адам дұғасын қабыл етпейді.
кішкентайынан жаңағы қамқорлығында, соның бүкіл жаңағы тәрбиесінде өсті. Бірақ енді бұл буыны қатайып, ол әке шешесі әлсіреген уақытта оған қарамай кеткен, тастап кеткен адамдар бар ғой. Солар ғой бірінші топ. Екіншісі, туған туыстарымен арасын үзіп тастаған адам дейді. Қатыспайды. Дүниеге байланысты ұрысқан шығар, арасында алыс беріс болған шығар, немесе осылар ақша сұрайды тасташы деп мүмкін арасын жауып тастаған шығар. Қалай себеппен болса да ағайынымен араз болып жүрген, араларының жаңағы туыстық қатынастары үзіліп қалған, суып қалған адамның дұғасы қабыл болмайды. Үшіншісі, арақты беріліп ішкен, біз алқаш дейміз ғой, жатпай ішетінше, сондай адамның дұғасы қабыл болмайды. Төртіншісі, бір-бірімен араздасып жүрген екі бауырдың дейді. Ол туысқандық арасында болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Жалпы мұсылмандар бір-біріне бауыр ғой. Екеуі бір-бірімен көріспей, бір-біріне теріс бұрылып, сәлем бермей, сәлем алмай жүргендер бар, солардың дұғасы қабыл болмайды дейді. Қараңызда, неге осыншама қадір түні, кім болсаң да, қанша залым болсаң да дұғаны қабыл етем деп тұрған кезде неге мына төртеуінің қабыл болмайды? Өйткені төртеуі де Алланың әміріне, бұйрығына анық қарсы шығып тұрған адамдар да. Сосын төртеуі де өте маңызды қоғамдағы принциптер. Ата-ана, ағайын туыс. Арақ барлық жамандықтың кілті. Арақ ішетін болып бүкіл жамандыққа есік ашылады. Одан кейін бауырмалдық. Исламның ең үлкен насихаттайтын құндылықтары да, соны бұзған адамдар мынандай жақсылықтың несіне кірмейді. Ұстаз, енді біздің осы қадір түнінде дұғаларымыз қабыл болу үшін не деп дұға тілесек болады? Қадір түнінде бірінші дұғаға деген бір құлшынысты арттыру керек та. Ол үшін жаңа дұғаның артықшылығы, дұғаның қандай Алла Тағала қабыл ететіні, осы жайында көбірек адам өз-өзін былайша мотивация беру керек қой. Өзінше бүгін міне дұға жасайтын күн, түн, бұл түн жасалған барлық дұғаны Алла қабыл етеді. Не сұрасаңдар да, тіпті пайғамбарымыз салам айтады ғой, аяқ киімінің жібі үзіліп қалса да Алладан сұраңдар деп. Яғни сондай майда-шүйда нәрседен бастап анау үлкен ақырет, тағдыр, жәннатқа дейін, Алланың разылығына дейінгі аралықта барлық нәрсені сұрап қалуым керек деп адам өзіне құю керек та. Кейін не сұрайым деген кезде, жаңа біз айттық, Айша анамызда хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сұрадым дейді. Не сұрайым деген кезде ол айтты дейді. Жаңағы Алладан кешірім сұра, кешірім тіле деп. Енді бұл жердегі афу деп біз кешірім деп аударып отырмыз ғой. Оның тағы одан да басқа мағыналар бар. Оны аша түсетін тағы бір хадис келтірейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Аббас деген көкесі болған. Аббас деген көкесі бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп, Алланың елшісі, маған бір дұға үйретші дейді. Мен соны Алла Тағаладан үнемі сұрап жүрейін дейді. Сонда пайғамбарымыз сәлиллахил афия дейді. Алладан саулық тіле дейді. Өзіңе амандық, денсаулық тіле дейді. Жарайды деп кетеді. Сосын біраз күннен кейін тағы келдім дейді, жаңағы Аббас айтады. Тағы келдім де, Алланың елшісі, маған бір дұға үйретші, мен үнемі Алла Тағаладан соны сұрап жүрейін деп айттым дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы да Алла Тағаладан дүниеде де ақиретте де саулық тіле, амандық тіле деп айтты дейді. Сонда бұл амандықты сұра деп тұрғаны, адам мысалы қазір өстіп отырғанымыз, Рамазан оразасын ұстап жүргеніміз, ертең қадір түнінде не істесем болады, қандай дұға тілесем болады, қандай намаз бар оқитын деп жүргенімнің барлығы сол амандықтың арқасы ғой. Алла Тағала сол басымыз аман, деніміз сау болғасын, біз сол ғибадатымызды ынта-ықыласымызбен жасап жүрміз да. Ал қазір ауырып мазамыз қашсыншы, біраз ғибадаттан біз алыстап кетеміз. Ол Алланың рахым беріп жатқан бізге. Сондықтан қадір түнінде ең басты сұрайтын нәрсе әрине күнәларымыздың кешірілуі. Одан кейін Алла маған осылай деніме саулық бер, басыма амандық бер. Басың аман болса, сен әлі қанша жақсылық жасайсың. Басың аман болса, сен әлі қаншама сауап, қаншама құлшылық ғибадат атқарасың. Денің сау болса, қанша ораза ұстайсың, сен қанша түндерді намазбен өткізесің, қанша Құран оқисың, жаттайсың. Бұның бәрі сен тікелей жаңа амандығыңмен денсаулығыңа байланысты да. Одан кейін енді бұл жерде сұрай бастасаң көп қой. Қазір міне бала өсіріп отырмыз бәріміз. Жаңа үйде ұл қыздарымыз бар. Олардың болашағы қалай болады екен, қорқамыз да мысалға. Неше түрлі азғындық бар, арсыздық бар айналада. Солардың бір фитнасына түсіп қалмайды ма екен деген. Қанша тәрбие бере бер, бірақ адамның тура жолда болуы, Алла Тағаланың оның жүрегіне иман салуымен да.
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзіне айтты ғой құранда алла тағала, сен жақсы көрген адамның жүрегіне иман сала алмайсың деді. Сен оны шақырасың тура жолға, оны үгіттейсің, бірақ оның жүрегіне иман салатын менмін дейді алла тағала айтты. Сол сияқты біз қанша оны тәрбиелей берейік, қанша оқыта берейік, үйрете берейік, бірақ оны тура жолда ұстап тұратын Алла да. Сондықтан иә Алла, мына бала шағам тура жолда ұста, бала шағамды азғындық арсыздықтан сақта, жаманшылықтан сақта деп мына әр ұлына қызына үйде өсіріп отқан балаларына, ұрпақтарына дұға жасау керек. Одан кейін елдің амандығын сұрау керек. Қазір деген білесіздер, бір елде соғыс болып жатыр, бір елде аштық болып жатыр, бір елде тағы бірдеңе, күнде теракт, бомба деген сияқты ғой енді. Сондайдың барлығынан аман ет. Неше түрлі табиғаттан келетін, жаңағы адамнан келетін жаманшылықтар бар. Соның бәрінен қорғай Алла мына елімізді. Тыныштық бер бізге. Тыныштық деген үлкен нығмет қой енді Алла тағаланың. Жаңағы Құрайш сүресінде мен сендерге тыныштық бердім, сол үшін осы тыныштықты беріп тұрған құдайларыңа құлшылық қылыңдар деп Алла тағала ана нығметтің несін талап етеді ғой, қарымын талап етеді ғой. Мына бейбітшіліктің, біздің қазір еліміздегі тыныштықтың, оның сұрауы бар, қайтарымы бар. Оның қайтарымы ғибадат. Алла тағалаға біз сол үшін ғибадат жасауымыз керек. Шүкір дегеннің мағынасы да сол да. Біздің алғысымыз. Я Алла, осындай тыныш бейбіт жерде бізді аман есен етіп қойғаныңа мыңда бір шүкір, я Алла, міне маңдайымды тигіздім сенің алдыңда сәждеге деп жаңа құлшылық жасаймыз ғой. Соны сұрау керек, амандық сұрау керек. Одан кейін мысалға қазір біреуде қарыз бар, я біреуде ұрпақ сүйе алмай отыр, біреуде тағысын тағы көптеген мәселелер бар ғой, әлеуметтік мәселелер, дүниелік, бәтеңкің бау деп тұрған жоқ па енді жаңа жерде хадисте. Қандай мәселе? Кейбіреулер ойлауы мүмкін, енді осыны да Алладан сұрайын ба енді, майда шүйдан да дұғаға қосам ба деп. Жоқ, қайта майда шүйданның бәрін қос. Тіпті мынандай бір хадис бар да, таң қаламын соны оқыған сайын ана мағынасына. Құдси хадис. Алла тағала айтады, ей адам баласы, сендердің бәрің ашсыңдар дейді, мен тамақтандырғандарымнан басқа дейді, ендеше менен тамақтандыр деп сұраңдар дейді. Қара, тамақ алдында тұр, сен соны бүйтіп алып аузыңа апару үшін де Алланың саған жәрдемі керек та. Және айтады, сендердің бәрің жалаңашсыңдар, мен киіндіргендерімнен басқа, ендеше менен киіндір деп сұраңдар дейді. Міне мына шкафта толып тұр үйіңде, бірақ соны алып иығыңа жабу үшін де Алланың жәрдемі керек та. Сен бойыңа сол қуатты, құдіретті бітіріп тұрған Алла да. Сол сияқты айтады, сендердің бәрің адасып жүрсіңдер, мен тура жолға салғандарымнан басқа, ендеше менен тура жол сұраңдар дейді. Қарасаңыздар, майда шүйде деп айтып отырмыз, мынаны алып аузыңа апару деген адам ойламайды ғой, осы үшін де дұға керек па деп. Неге бисмилля деп айтамыз? Мысалы, су ішетін кезде, тамақ ішетін кезде, немесе қандай да бір істі бастайтын кезде неге бисмилля деп айтамыз? Бисмилля дегендегі бә бар ғой, әріп. Есім деген есім, Алла деген Алла, Алланың есімімен деп айтамыз ғой. Сол жердегі бә жәрдем деген мағынаны білдіреді. Истиғана дейді араб тілінде. Алланың жәрдемімен, міне. Алланың жәрдемімен мынаны қолыма алдым. Алланың жәрдемімен аузыма апардым, іштім. Алланың жәрдемімен кидім. Алланың жәрдемімен мына істі бастадым, бітірдім деген мағына ғой. Алла тағала егер адам баласына бойына қуат бітірмесе, бізде ақидада бар тіпті, Матруди ақидасында құлдыра, истита деген тақырыптар бар. Мына мысалы мен ниет етем, мынаны жаңағы қолыма алуды көздеймін, бел буам, бекінем, бірақ сол кездегі іс-әрекеттің қуатын Алла жаратады да. Мен істеген жоқпын, Алла істеді деген мағына сол да. Жаңа үлкен терең философиялық мағыналар бар ғой. Бірақ қарасаңыз, майда шүйда деп қарама деген сол ғой. Әр нәрсені Алла беріп жатыр. Әр нәрсені Алла нәсіп етіп жатыр. Сондықтан соның давамдығын, соның солай ұзақ молынан бола беруін сұрап, жоқ нәрсенің бар болуын сұрап, жаңағы қол жеткізе алмай жатқан нәрсенің келуін сұрап, бәрін Алладан сұрау керек осы уақытта. Енді азаздан үздік сөз дейтін де бір сөздер бар ғой. Жалпы мынау сіздің айтып отқан ақпаратыңыз жалпы кішкене заттардан да үлкен нәрсе құралу үшін белгілі бір деңгейде кішкентай дүниеден де дұға тілеуіміз керектігін бізге айқындап беріп отыр. Енді ұстаз, қоғамда белгілі бір қарама-қайшылықтар ертең туындауы мүмкін да. Жалпы бұның барлығы негізі қайдан келген? Осы біздің айтып отқан ақпараттарымыз, біздің халыққа жеткізіп отқан дүниелеріміз барлығы қайдан шыққан? Осыған бір ауыз тоқталып өтсеңіз. Бұл енді біздің исламдағы ең негізгі екі дерек көз, ол Құран мен хадис. Құранда жаңа біз айттық, Қадір деген сүре бар. Басқа да сүрелерде келеді Қадір түні жайында. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистері бұның барлығы. Және сенімді жолмен бізге жеткен да. Біз мұсылман ретінде бұның ешқайсысына күмән келтірмейміз. Бұл бір баяғыдан қалған бір анау
авторы жоқ, қайнар көзі жоқ бір аңыздар болады, мифтер дейміз ғой енді, ел аузында жүрген, халық аузынан жазып алған деген сияқты. Ондай нәрсе емес. Ол барлық халықта бар ондай нәрселер. Бірақ дәл бұл діни ғибадаттар ондай жолмен жетпейді. Діни ғибадаттар міндетті түрде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның аузынан шығады, немесе Құранның ішінде болады. Сол бізге сенімді сахабалардан бастап сондай бір сенімді жолмен бізге жетеді. Оның бәрін хадис ғалымдары өмірін сарп етіп оны тексереді, ең сұрыптап алып келіп, міне нағыз шын мағлұматтар осы деп бізге оны хадис жинақтарына жинақтап берді. Бухаридің, Муслимнің кітаптарын білеміз ғой, мысалға Термизи, Абу Дауд деп жатамыз, Сахих дейді, Сунан дейді. Осының барлығында сақталған сенімді деректер. Бұған ғылыми тұрғыдан зерттеу жүргізген адам да оның сенімділігіне көз жеткізеді. Сондықтан бұның барлығына не үшін біз анау баяғы анау қадір түнде Қыдыр ата келе ма, сол дастархан жайып қою керек па, ол тамақ жей ма, ол саусағын ізін қалдырып кете ма дегендерді неге қабылдамаймыз? Ол мысалы ол аңыз. Ол анау елдің арасында тарап кеткен бір миф дейміз ба, білмеймін, сондай бір діни рәсіммен астасып кеткен бір жоралғы ма, соған ұқсас бір нәрселер да олар. Оны неге біз қабыл етпейміз? Өйткені негізі жоқ. Оған бір ғылыми зерттеу жүргізілмеген. Дәлел жоқ. Сондықтан біз оны ғибадатқа, діни ғибадатқа араластыра алмаймыз. Ол жай әшейін ел аузындағы әңгіме болып қала береді. Ол пайғамбарлар туралы да ондай аңыздар бар, әңгімелер бар, бірақ шын тарихи немен сәйкес келмейді. Сондықтан бұл айтылып жатқан мынау қадір түні жайындағы Құрандағы, хадистегі амалдардың ешқайсысына күмән келтіруге болмайды. Рахмет ұстаз. Бір келелі сұхбат болды. Өзімізге бір көптеген мағлұматтар алдық. Экран артындағы көрермендерге де бір білім болады деп есептеймін. Қайырлы білім, қайырлы сұхбат болады деп. Құрметті көрермен, сіздер үшін шығатын сұхбаттар әлі алда. Сондықтан егер де сізді мазалап жүрген бір сұрақтар болса, пікірге жазып кетсеңіздер, міндетті түрде біз қарап, келесі шығарылымымызда сол тақырыптар бойынша сөз қозғайтын боламыз. Құрметті көрермен, арнаға тіркеліңіздер, достарыңызға таратып жүріңіздер, таным, өзіңізді тануға асығыңыз. Рахмет.